Ақтөбеліктер Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне арналған «Менің елім, менің президентім» атты мерекелік бағдарламаға куә болды. Мемлекеттік мерекеге арналған театрландырған қойылым Қоныс спорт сарайында ұйымдастырылды. Қойылымға қаланың барлық шығармашылық ұжымдарынан 1000-нан астам адам қатысты. Өнерпаздар қазақ елінің тарихына үңіліп, тәуелсіздіктің жемісті жылдарындағы белестерін бейнелеп, көрерменнің жүрегіне жол тапты. Толығырақ Әнуарбек Мырзатайұлының бейнематериалында. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналған мерекелік шара мемлекеттік әнұранмен басталды. Кейін балалық шағымның аспаны фильммен жалғасын тапты. Елбасының балалық шағын еңбекқор әке мен ананың тәрбиесін көрсетіп қана қоймады. Бұл көркем туынды. Сонымен қатар саяси қуғын-сүргін салдарынан қазақ жеріне қоныс аударған аз ұлттардың тағдырын, оларды бауырына басқан сол тұстағы қазақ халқының өмірін баяндайды. Желісі достықты, бірлікті меңзеген фильмді мереке күні көрсету дәстүрге айналды. Жалпы биыл еліміз үшін мерейлі жыл болғандықтан бағдарлама барысында атаулы мерейтойларға арналған концерттік бағдарлама әзірленген. Елбасының ерен еңбегі мен ел тарихына қосқан үлесі, ардагерлерге көрсетіп жүрген қамқорлығы мен құрметі баяндалды. Осы шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ақтөбеліктерді тұңғыш президент күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ең негізгі ұраны тәуелсіздік, бейбітшілік, тұрақтылық. Барлығымыз жақсы білеміз, Қазақстан көпұлтты мемлекет. Бірақ соған қарамастан Қазақстанда бейбітшілік, достық, ынтымақ, бірлік бар. Қазақстанның ең негізгі байлығы осы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы әрдайым қазақстандықтарға осыны түсіндіріп, айтып, уағыздап келеді. Біздің негізгі міндетіміз осы мемлекет басшысының 24 жылдан бері еліміз үшін, жеріміз үшін, болашағымыз үшін жасап атқан еңбегін ескеріп, ары қарай Қазақстанның абыройы беделінің асуына жұмыс жасауымыз керек. Мерекелік бағдарлама 5 бөлімнен тұрды. Мәселен, қаһарман ұрпаққа 1000 тағзым атты бөлім жеңістің 70 жылдығына арналып, 120 адамнан құралған хор ұжымы соғыс жылдарындағы әндер шырқады. Ал достығы жарасқан өркениетті Қазақстан атты хореографиялық композициясы Қазақстан халқының достығын, бірлігін сипаттады. Кішкентай бүлдіршіндерден құралған ұжымдардың өнері өз кезегінде бақытты балалық шақ пен бейбіт өмірді бейнеледі. Бұл көріністер көрермендерге мерекелік көңіл күй сыйлады. Ақтөбеліктер кешегі елбасының халыққа арнаған жаңа жолдауы үлкен әсер қалдырғанын айтып бөлісті. Президент бізге қазіргі әлеуметтік жағдайды ескере отырып, әлеумет саласында да жаңа инновациялық бағыттың болуы қажеттігін айтты. Сонымен қатар бұл дағдарыс біздің еліміздің әлеуетін әлсіретпеу керек. Осыған байланысты президент бюджеттік мекемелердің 30%-ке дейін айлықтарының өсетінін, студенттердің стипендияларын көбейтетін, тағы да басқа көптеген мәселелерді айтты. Бұның бары орындалатын болса, біздің еліміз бұрынғыша өмір жалғастыра беретін болады. Еліміз алдыңғы қатарлардың елдеріне қарай ұмтылыстар жасайтын бар. Президенттің жолдауын барлығында тыңдадым. Жақсы, елді, халықты аман сау алда, мынау кризистің жағдайына алға алып шығамын деп уәдесін берді. Әр уақытта елбасымыз аман болсын. Деніміз сау, халық аман болсын. Өзім зейнеткер ұстазбын. Мына келесі жас ұстаздардың жалақысын көбейткеніне, дәрігерлердің жалақыларын көбейткеніне, және кіші мына жәрдемақыларды көбейткендеріне, соларды көбейткендеріне жақсы әсерде болдым. Абыройлы тарих ұлы болашаққа жетелейді. Театрландырылған қойылымның бұл бөлімі қазақ ақ киізге қан көтерген бабалары мен баһадүр батырларын сөйлетті. Ерлігі аңызға айналған дала қырандарының ұрпаққа өсиеттері айтылды. Бұл әуе қорғанысы күштері әскери институтының курсанттары мен музыкалық колледж оқушыларының орындауындағы театрландырылған хореографиялық композициямен көркемделді. Бағдарлама соңында елбасының Қазақстан халқына жаңа жолдауына үзінді көрсетілді. Жастардың орындауындағы флешмобты тамашалаған көпшілік патриоттық әндер мен ұрандарға бірге қосылды. Әнуарбек Мырзатайұлы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.